Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай жұп-жұқа дәмді болып шығатын құймақтың рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Сонымен құрамына 1 стакан су, 1 стакан сүт және де аздаған мөлшерде тұз қосамыз. 1 ас қасық қант қосамыз. Қант және тұз ерігенге дейін аздап араластырамыз. Және құрамына сұйық май құямыз. Және жұмыртқа. Жұмыртқаны салып, жақсылап араластыратын боламыз. Сонымен және де ұн саламыз. Ұнымыздың мөлшерін аз-аздан салып отыруға да болады. Ол кезде қамыр өте жақсы болып дайындалады. Біздің қамырымыз қою болмау керек. Біздің құймағымыздың қамыры дайын. Негізгі рецептісі осындай. Сұйық болуы тиіс. Таба жақсы қызған болу керек. Кішкене араластырып барып, құямыз, орташа отта тұру керек. Шамамен бірнеше секунд күтеміз. Құймағыңыздың сұйық немесе қалыңдау болуы ол өз қалауларыңызда. Қызып жатқан табада өздеріңіз байқайтын болсаңыздар, құймақ астынан көтерілетін болады. Және де жан-жақтары қызарған сәтте оның піскенін байқаймыз. Жан-жақтарын жақсылап ажыратып аламыз. Және де қызарғанын байқасаңыз, оны бірден екінші бетіне аударғаныңыз дұрыс болады. Бірінші беттен қарағанда екінші жағы тез піседі. Өздеріңіз көріп отырғандай, біріншіден қарағанда екінші жағы өте тез піседі. Және де одан кейін алып тәрелкеге саламыз. Осылай дайын болған құймақты тәрелкеге саламыз. Және де келесі құймақты да дәл осылай істей береміз. Көбінде қамырды жұқа қылып құюға тырысыңыз.